Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте оңай әрі бір жұмыртқадан дайын болатын осындай ерекше печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші жұмсақ сармайға қант пен жұмыртқаны салып, лопатканың көмегімен барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Одан соң бөлек ыдысқа разрыхлитель мен ұнды біркелкі етіп араластырамыз. Одан соң біздің ұнымызды осылай електің көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп саламыз. Басында лопаткамен араластырып, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, оны екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз да, ал екіншісіне какаоны салып, біркелкі етіп илеп шығамыз. Сосын біздің қамырларды кезектестіріп отырып осылай жайып аламыз. Одан соң оларды бір-бірінің үстіне қойып, видеодағыдай етіп, рулет етіп ораймыз. Біздің қамырды рулет етіп орап болған соң, оны 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Одан кейін біздің қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей пышақпен асықпай аккуратно етіп кесіп шығамыз. Одан соң алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Сонымен біздің оңай әрі тез дайындалатын печеньеміз дайын. Дәмі өте тәтті әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.